Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Әлеуметтік маңызы бар өнімдер бағасы қымбаттап жатыр. Өткен аптада азық-түлік тауарларының бағасы 0,3%-ға, жылдық мәнде 23,7%-ға қымбаттағаны хабарланды. Сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізіміне 19 атау енгізілгені айтылады. Қазақстан Республикасындағы СЗПТ тізбесіндегі кейбір тауарлардың орташа бағасы 2023 жылғы 21 ақпандағы жағдай бойынша: күнбағыс майы 903 теңге, макарон 309 теңге, күріш 376 теңге. Айта кетейік, баға мониторингі апта сайын жүргізіледі. Бағалардың өзгеруі туралы ақпаратты жинау барлық облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалаларда және Астанада жүргізіледі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.